Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен мазмұндама жазуды бастаймыз. Жалпы сауатты жазу дұрыс ойлаудың көрінісі. Ендеше мазмұндама жазу біздің дүниетанымымызды кеңейтіп, ойлауымызды, шығармашылық қабілеттерімізді арттыруға, жазу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Олай болса, балалар, мен сендерге мазмұндама жазудың ережесімен таныстырып өтейін. Біз бүгін дайын мәтін бойынша мазмұндама жазатын боламыз. Бұл жерде мен сендерге мәтінді оқып беремін, жақсылап мұқият тыңдап, сол мәтін бойынша өз ойларыңды рет-ретімен жазатын боласыңдар. Яғни жоспар құрасыңдар, сол жоспар бойынша біз мазмұндаманы жазып шығатын боламыз. Олай болатын болса, бүгінгі біздің мазмұндаманың тақырыбы кішкентай қаныш деп аталады. Қаныш Сәтбаевты бәрің білесіңдер, я балалар? Кішкентай қаныш. Кішкентай қаныш бүкіл ауылдың сүйікті баласы. Оның екі шешесі болды. Туған анасы Сәлима және үлкен анасы Нұрым. Қаныш көбінесе Нұрым апасының қолында болатын. Бір ауылдың еркесі болған Қаныш басқа балалар сияқты асықты ұзақ ойнамайтын. Жазда ел жайлауға көшкенде ол көбінесе өзеннің жағасына кетіп қалатын. Сол жерде түрлі тастарды жинап, өз бетінше жүретін. Үлкен апасы Нұрым асық салуға тігіп берген асық қалтаға да тас салып алатын. Міне балалар, біздің бүгінгі мазмұндамамыздың жалпы мәтіні осындай. Енді осы мәтін бойынша өз жоспарларыңды құрып, мазмұндама жазуға кірісейік. Мен сендерге көмек ретінде жоспардың үлгісін айта кетейін. Жоспар. Бірінші кіріспе бөлімге кішкентай қаныш. Екінші, қаныштың аналары кімдер? Үшінші, қаныштың басқа балалардан ерекшелігі. Балалар осы жоспар бойынша енді мәтінді мұқият тыңдап, өздерің мазмұндамаға жазуға кірісіңдер. Сендерді сауатты, көркем мазмұндама жазады деген ойдамын. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін.